бүгін мемлекетімізде өте жауапты науқан өтіп жатыр. Бұл яғни еліміздің болашағына, ертеңіне жауапты қазақ елінің үлкен бір жауапты сыналатын кезеңі президент сайлау. Әрине 225-ші сайлау учаскесіне қазір таңғы сағат 7-ден бастап халық үзіліссіз ағылып келіп жатыр. Сайлаушылардың басым бөлігі жастар, тіпті үлкен адамдар да мына ауа райының қолайсыздығына қарамастан таяғына сүйеніп, өзім барып, өз аяғымен барып жауап берем, дауысымды берем деген белсенділік танып жатқан халық өте көп. Бұл нені білдіреді? Бұл елдің ертеңіне деген алаңдаушылығы, ертеңіне деген сенімі, президенттің мықты болуы, бұл мемлекетіміздің мықты болуы, әлемдік деңгейде елдің, мемлекеттің танылуы, ел тыныштығы, жұрт амандығы, болашақтың жарқын болуы, бұл әрине мемлекеттік тұлға, мемлекеттік басшы президентімізге байланысты. Сондықтан мына келіп жатқан халықтың да көңіл күйі өте жоғары, ауа райы да бір керемет тамаша. Біздер үшін әрине 225-ші участок сайлаушылары белсенді дауыс беріп қатысуда.